Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кешкі асқа қазан кебаб жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Алдымен картопымызды маринадтап аламыз. Ол үшін көлемі бірдей картоптарды алыңыздар. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка қоссаңыздар болады. Бір қасық май қосып, жақсылап араластырамыз. Осы видеода көріп отырғандарыңыздай қолмен араластырған өте ыңғайлы болады. Енді етімізді маринадтауға кірісеміз. Кез келген ет бола береді. Менде мына жерде бұзаудың еті. Тағы да дәмдеушілерімізді қосамыз да жақсылап араластырамыз. Қазанымызға көбірек май құйып қыздырып аламыз және сол қызған майға картоптарымызды қуыратын боламыз. Жиі араластыра отырып картопымыздың барлық жағын қызартып қуырып аламыз. Қуырылған картоптарымызды бөлек ыдысқа салып қоя тұрамыз. Енді осы қызып тұрған майымызға етімізді де қуырып аламыз. Қуырып алған етімізді де бөлек ыдысқа түсіріп аламыз. Енді басқа қазанымызға түбіне май құйып, қуырылған етімізді саламыз. Үстіне қуырылған картоптарымызды саламыз. Үстіне 150-200 грамм суық су құямыз да қазанның бетін жауып, жай отта 1 сағат, 1,5 сағатқа пісіруге қоямыз. Менікі бұзаудың еті болғандықтан 1 сағатта пісіп шықты, жүп-жұмсақ болып. Сіздер өздеріңіздің еттеріңіз піскеніне қарайсыздар. Міне осылайша тамағымыз дайын болды. Тарелкамызға салып, пиязбен және көк шөптермен безендіріп, дастарханға ұсына берсек болады. Кешкі ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған Меруерт.